Мына 4 әдіс ұйқыңызды қандырып, денсаулығыңызды жақсартады. Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен керек кеңестер каналы. Видеоға лайк басып, комментарий жазып, каналымызға тіркеліп қойыңыз. Денсаулықтың мықты болуы күтімге байланысты. Дәрі сізде талай дерттің алдын алуға болады. Мәселен, сіз таңертең ұйқыдан оянған соң көңілсіз жүрсеңіз, күні бойы көңіл күйіңіз көтерілмейді. Ұйқысы қанбаған, бойын ашу билеген көңілсіз адам кімге ұнайды? Онымен ешкім сөйлескісі келмейді. Оның көңілсіздігі өзгелерге емес, тек өзіне зиян, денсаулығына кері әсер етеді. Егер сіз күні бойы көңілді, сергек, сенімді жүргіңіз келсе, таңертең мына 4 әдісті міндетті түрде жасаңыз. Егер әдетіңізге айналдырсаңыз, пайдасы өте керемет болады. Суға түсіңіз. Бұл көп уақытыңызды алмайды. Таңертең ұйқыдан тұрған бойда душқа кіріп, қарама-қарсы суға түсіңіз. Бір мезетте қабылдаған салқын мен ыстық су денеңізді шымыр етеді. Бойыңызды билеген ауыртпалықтан арылтады. Көңіл күйіңізді көтеріп, ұйқыңызды ашады. Тіс тазалауды да күнделікті міндетім деп қараңыз. Іспен бірге тіл тазалауды да ұмытпаңыз. Тіл тазалау арқылы ауыз қуысындағы бактерияны өлтіресіз. Түні бойы жиналған тамақ қалдықтарынан, сілекейден арыласыз. Ауыздан жағымсыз иіс шықпайтын болады. Су ішіңіз. Су мың түрлі дерттің ем екенін білесіз бе? Әсіресе аш қарынға ішкен судың пайдасы ұшан теңіз. Егер сіз күнде таңертең аш қарынға 1 стакан жылы су ішуді әдетке айналдырсаңыз, саулығыңызды жақсартумен қатар кез келген аурудың ауылынан алыстайсыз. Мейлінше таңғы астан 20 минут бұрын ішуге әдеттеніңіз. Сонда су бауырды тазалайды, зат алмасуды реттейді, асқазан, ас қорыту жүйесі жолдарын жақсартады. Бал жеңіз. Таңғы астан бұрын 1 шай қасық бал жесеңіз, ағзаны жасартып, шлактардан тазартасыз, денсаулығыңызды жақсартасыз. Егер бал жей алмайтын болсаңыз, стакандағы жылы суға араластырып ішуге болады. Аш қарынға жеген бал иммунитетті көтереді, ағзаны түрлі дәрумендер мен минерал заттарға байытады. Құрамындағы глюкоза мен фруктозаның көмегімен ағзаны қуаттандырып күш береді. Мидың жұмысын дамытады, ағзада керемет антиоксидант қалыптастырады. Ауыз қуысын асқын тотығымен шайыңыз. Таңертең ұйқыдан тұра салысымен міндетті түрде жуынатын бөлмеге барамыз. Бет қолымызды, тісімізді жуамыз. Сосын таңғы ас ішіп жұмысқа асығамыз. Осы кезде 2 минут уақытыңызды бөліп, ауыз қуысын асқын тотығымен шайсаңыз, ауыз қуысында кездесетін кез келген аурудан арыласыз. Ол үшін 30-50 мл жылы суға 5-7 тамшы асқын тотығын араластырып, аузыңызды шаясыз. Бұл ем кариесті, тіс жегінің қабынуы, тістің құрттауы, ауруы секілді кез келген дертті болдырмайды. Оған қоса тісіңізді ағартып, ауыздан шығатын жағымсыз иісті де кетіреді. Міне, бар жоғы 5-10 минут уақытыңызды алатын қарапайым ғана әдістер бүкіл өміріңіздің жақсы, денсаулығыңыздың мықты болуына септігін тигізеді. Ендеше жоғарыда айтылған 4 әдісті күнде міндетті түрде орындауға асығайық. Осы сияқты пайдалы кеңестерді жіберіп алғыңыз келмесе, каналымызға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.